Саламатсыздар ма әріптестер, қалдарыңыз қалай? Бүгін тағы да керемет платформамен сіздерді таныстырғым келеді. Ол платформаның көмегімен біз өзіміз сабағымызға мультфильм, анимациялық мультфильм дайындауға көмек беретін платформа. Ең бірінші іздеу жолағымызға біз animaker.ru деп жазып аламыз. animaker.ru деп жазып алғаннан кейін бізде дәл осындай парақша ашылатын болады. Бұл платформамен жұмыс жасау үшін міндетті түрде тіркелу қажет. Тіркелгеннен кейін сіздерде дәл осындай жұмыс аймағы ашылатын болады. Сайтқа енгеннен кейін бізде дәл осындай ақпараттық сайттың беттері ашылатын болады. Осы жерде қарап отырсаңыздар, кез келген персонажбен әртүрлі жұмыстар жасауға болады. Бізге мультфильм создавать ету үшін создать деген батырманы басамыз. Создатьты басқаннан кейін бізде әртүрлі мүмкіндіктер беріледі. Соның ішінен создать видео, создать субтитры, гиф, создать персонажа деп тұр. Содан создать видеоны басамыз. Создать видеоны басқаннан кейін бізде әртүрлі шаблондар беретін болады. Біз осы жерден мультфильм 2D деген таңдаймыз. Мультфильм басқаннан кейін создать пустой проектті басамыз. Пустой проектті басқаннан кейін бізге қандай видео керек, яғни размері горизонтальный видеоны 16:9 таңдаймыз. Енді мультфильм жасайтын аймағымыз, жұмыс аймағымыз ашылды. Сол жақтан қапталды қарасаңыздар, шаблондар, кез келген шаблон таңдап алуымызға болады. Одан кейін характер, персонажды қазір өзіміз создавать етеміз. Свойства, текст жазуымызға болады. BG, яғни фонымыз біздің, изображение, видео, музыка, эффект қажетімізше пайдалана береміз. Енді өзімізге қажетті персонажды создавать етейік. Ол үшін создать своего персонажды басамыз. Создать персонажды ашқаннан кейін дәл бізге осындай жұмыс аймағы ашылады. Сізге қандай керек? Бала, оқушы, жас бала деген сияқты біз мужской персонажды таңдаймыз. Осының ішінен өзіңізге қандай персонаж көңіліңізге ұнайды, сол персонажды таңдайсыз. Персонаж таңдағаннан кейін бетінің түсін өзгертуімізге болады. Прическасын, яғни шаш үлгісін өзгертуімізге болады. Бетінің пішінін келтіруімізге болады. Енді қалай өзіңізге ыңғайлы, соны жасап аласыз. Одан кейін атын бересіз, персонаждың атын. Руслан деп жазып алады. Одан кейін сохранить. Енді қарап отырсаңыздар, біздің персонажымыз жұмыс аймағына шықты. Енді дәл осы персонажды мен таңдайтын боламын. Персонаж таңдағаннан кейін мына жақта біздің жұмыс аймағымызға орналастырылды. Одан кейін қандай іс-әрекет жасайды, соны таңдауымызға болады действиядан. Яғни бір нәрсені көрсетіп тұрған сияқты қылып жасауымызға болады. Әртүрлі действие жасасақ болады. Мен указка алып тұрған көрсетемін. Одан кейін фонға барамын. Фонға барып тақтаны көрсететін боламын. Жоғарғы жақты қарап отырсаңыздар, действие деген бар. Action плюс, яғни қосымша қандай действие қоюға болады, соны қоясыз. Екінші рет. Одан кейін умный ходты таңдасаңыз болады. Яғни умный ход дегеніміз біздің кейіпкеріміз, яғни қозғалып тұратын болады. Умный ходты мына жаққа қояйын. Енді байқап көрейік.
одан кейін анимация деген бар, яғни анимациямызды қалай кейіпкерімізді қалай өзгертуімізге болады, қалай қозғалтсамыз болады. Одан кейін бізге изображение добавить етсек болады. Кез келген изображениені қойып, осы тақтаға қойсақ болады. Видео добавить ете аламыз, музыка, эффект добавить ете аламыз. Одан кейін өзіміздің дыбысталған дауысымызды осы видеоға қойсақ болады. Одан кейін мына жерде скачать деп тұр, яғни скачатьты басып, видео ретінде скачать етіп алсақ болады. Егер біздің видео сізге пайдалы болса, лайк басып сақтап қойыңыз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған лайықты ұстаз жобасы.